Мұсаның салтанатқа қырындап тұрып басы кетті. Шерхан мен Ақботаның дүбірлі тойына қыз жолдас болып келген Ботаның Ақтаудағы дос қызы Салтанатқа Мұсаның басы кетті. Тіпті Нұрсұлтан мен Мұса Салтанаттың қасына отырып, онымен танысты. Мұса эфир бойы Салтанатқа қырындап отырды. Салтанатта Мұсаға кет әр емес. Үзіліс кезінде де Мұса Салтанаттың қасынан шықпай гүл шоқтарын сыйлады. Мұны көрген мөлдір қызымыз Мұсаны Салтанаттан қызғанып қалды. Тіпті көңіл күйі болмай отырды. Шерхан мен Ботаның тойы барысында Қуанышбектің орындауындағы махаббат вальсі биімен басталды. Осы сәтті пайдаланған Мұса бірден Салтанаттың белінен ұстап, Салтанатпен биледі. Тойда қос жұптар вальс биледі. Күтпеген жағдай орын алды. Әсем Ақтөремен тікелей эфирде ұрысып қалды. Тіпті ұрысқан дауысы микрофонсыз естілді. Ақтөре ұрысып қалғанын көрсетпей, Әсемге мұңайып үнсіз қарады. Бірақ Әсем эмоциясын білдіріп Ақтөренің қолын тартып алды. Ақтөре камераның алдында Әсемді жұбатуға тырысты. Естеріңізге сала кетейік, Ақтөре мен Әсем соңғы кездері жиі ұрысып жүр. Әдеттегідей Ақтөре Әсемге жалбарынып тез тіл табысуға тырысады. Желі қолданушылары Әсемнің Ақтөреге деген махаббаты азайып бара жатқанын айтып жатыр. Ақтөре сырға салғанына 1 жыл болды, бірақ Әсемге үйленбей жүр. Оның сылтауы бойым өтсе үйленем деген болатын. Бірақ қаншама бойлар өтті. Ақтөре Әсемге үйлену туралы әлі бір шешімге келген жоқ. Диананың қуанышын сөзбен жеткізу қиын, өйткені хамы біздің үйлену тойымыз желтоқсанда, яғни жақын арада болатынын айтты. Мұны естіген қызымыз Диана қатты қуанып, тіпті гүлді де қолына алды. Желтоқсан айында қызымыз Аиданың Нұрдәулетпен тойы өтпей қалды. Альмира ханым осы айда неге той жасамадың деп сұрағанда, Нұрдәулет нақты жауап бермеді. Айданың көңіл күйі түсіп кетті. Бірақ олардың жақсы жаңалықтары да бар. Нұрдәулет Айдамен бірге жаңа кәсіп ашты. Жақында олардан той күтеміз. Мұсада өз жарын тауып үйленсе екен деп тілейміз. Мұса мен Агата, немесе Мұса мен Мөлдір, немесе Мұса мен Бақыт қосылып, бақытты болсын.